Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен бүгін осындай жұп-жұмсақ булочки дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Үстіне тұзымызды, ашытқымызды салып, бір араластырып аламыз. Содан кейін үстіне сармайымызды құямыз. Ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болғаннан кейін үстіне сәл сұйық май құйып, тағы да бір басып жіберсеңіздер болады. Енді қамырымызды 1 сағатқа немесе 40 минутқа көтерілгенше жылы жерде бетін жауып қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге алма қажет болады. Алмамызды осылай көбейтіп турап алып, табаға сәл май салып, алмамызды салып, бетіне корица сеуіп, сәл жұмсарғанша қуырып аламыз. Тестіміз көтерілгенше суытуға қалдырамыз. Мінекей тестіміз көтерілді. Енді осылай видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Осылай жұқа етіп жайып, ортасына салмамызды салып, орап шығамыз. Барлық булочкилерімізді осылай жасап дайындап аламыз. Мінекей формаға салып, 15 минутқа бетін жауып, тағы да көтерілгенше қалдырамыз. 15 минуттан кейін ашып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Жұмыртқаның сарысына сәл сүт қосып жіберсеңіздер болады. Мінекей жұп-жұмсақ, қып-қызыл әдемі булочкилеріміз дайын болды. Отбасыларыңызға дайындап беріңіздер, қуантыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.